Сәлем менің құрметті оқырмандарым. Күнжіттің пайдасы мен зияны. Күнжіт бір жылдық өсімдік, ол ерте кезден бері қолданысқа ие тұқымдардың бірі. Күнжіттің құрамында адам ағзасына пайдалы заттар өте көп, алайда оны қолдану жолы әртүрлі. Тағам ретінде де, емдік дәрі ретінде пайдалануға болады. Әсіресе күнжіт майы көптеген ауруларды жазатын қасиетке ие. Күнжіттің құнарлылығы калориясы өте жоғары. Негізінен барлық өсімдік тұқымында калория көп. Мәселен, күнбағыс пен зығырдың ұрықтары 50% майдан тұрады. Сол секілді күнжіт те 45-55% майдан тұрады. Оның 100 граммында 560-580 килокалория бар. Күнжіттің құрамында көмірсулар мен амин қышқылдары, ақуыздары бар. Сонымен қатар А, Б, С, Е дәрумендері мен кальций, фосфор, темір, калий, магний секілді минералды заттар да бар. Күнжіттің пайдасы тек суға жібітіп жегенде ғана әсер етеді. Егер күнжітті қуырып қандай да бір тағамға қосса, оның құнарлығы жойылып тек дәмдеуіш ретінде ғана пайдасын береді. Күнжітте кальций өте көп. Сол себепті сүйектерді қатайтып, буындарды нығайтады. Сонымен қатар жүйке жұмысын жақсартып, ас қорытуды қалпына келтіреді. Бұл дәннің атеросклерозды жазатын мүмкіндігі де бар. Себебі күнжіттің құрамында фитостериндердің көмегімен ол атеросклероз ауруын емдейді. Есіңізде болсын, күнжітті күн сайын жеуге болмайды. Себебі асқазан шырышты қабығы сезімтал болғандықтан оның жұмысы бұзылуына алып келеді. Әсіресе аш қарынға жеген күнжіттің зияны өте көп. Күнжіттің пайдасы өте көп. Холестеринді төмендететін фитостеролдардың көзі болып табылады. Жүректі нығайтады, қан қысымын төмендетеді, қатерлі ісікпен күреседі, майды жағуға көмектеседі, қант диабетін алдын алады, ас қорыту жүйесінің денсаулығын қолдайды. Артрит симптомдарын төмендетеді, сүйектерді нығайтады, ауыз қуысының денсаулығын қолдайды, алкогольді тұтынудың әсерін жояды, мазасыздықты жояды, көздің саулығын қолдайды, емдейді. Жарылған аяқтарды емдейді, шаш өсуін ынталандырады, шашқа күтім жасайды, шаштың сапасын жақсартады, ер адамдардың денсаулығын жақсартады. Күнжітті пісіруден қолданудан басқа бұл тұқымдар тағамдық, профилактикалық және емдік қасиеттерге ие. Бұл оларды дәстүрлі медицинада қолдануға жарамды етеді. Күнжіт майы омега-3, омега-6, май қышқылдары, флавоноидты, фенолды, антиоксиданттар, витаминдер мен диеталық талшықтар сияқты фитонутриенттердің бай көзі. Күнжіт гипертензияға ем, себебі ол қан қысымын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Күнжіт қант диабетін алдын алады. Күнжіттің құрамында қант диабетімен күресетін магний мен басқа қоректік заттар бар. Жалаң жеуге жарамды май ретінде күнжіт майы қолдануда жоғарғы сезімтал диабетпен ауыратын науқастарға қан қысымын төмендетуге және плазмадағы глюкоза деңгейін төмендетуге тиімді екені анықталды. Күнжіт артрит симптомдарын төмендетеді. Күнжіттің құрамында оксидантты ферменттер жүйелері үшін маңызды болып табылатыны бар. Бұл артритке байланысты ауырсынуды және ісікті азайтады. Сонымен қатар бұл минерал қан қамырларына, сүйектер мен буындарға күш береді. Күнжіт радиациялық ластанудан қорғайды. Күнжіт пен күнжіт майының табылған сенсамол ДНК ішек пен көкбауырдың радиациялық зақымдануын болдырмайтын анықталды. Күнжіт көздің саулығын қолдайды және емдейді. Дәстүрлі Қытай медицинасы бойынша ішкі мүшелер мен сыртқы органдардың арасында, мысалы, көз бен бауыр арасында тығыз байланыс бар. Бауыр қан депосы қызметін атқарады және бауыр каналының белгілі бір тармағы көзге түсетіндіктен бұл орган олардың қызметін қолдау үшін көзге қан жібере алады. Күнжіт бауырға пайдалы, өйткені бұл органның қан концентрациясын жоғарылатады, осылайша көзді нәрлейді. Күнжіттің емдік әсері бұлыңғырлықты емдейді, шаршауды кетіреді және құрғақ көзді кетіреді. Достар, менің каналым пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, бөлісе кетіңіздер. Және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.